Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен әлемге әйгілі болған алхордан бәліш дайындаймыз. Жалпы бұл бәліштің шығу тарихы да ерекше. Алғаш рет 1983 жылы Америкада Нью-Йорк Таймс газетінде жарыққа шыққан. Содан өзінің дәмімен барлығын қайран қалдырған соншалық 6 жыл бойы халықтың сұрауымен сол газеттің әр шығарылымында рецепті басылып шығарылған. Ал енді бастаймыз достар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға шекерді қосып, жақсылап бір келкі масса шыққанша миксерлеп аламыз. Майды міндетті түрде 82%-ын алуға кеңес беремін. Өте дәмді болады сол кезде. Ал енді үстінен 2 жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейміз. Содан соң ұнымызға қопсытқышты қосып, елгезектен өткізіп, массамызға қосамыз. Барлығын осылай силиконды күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Бізде осындай қою қамыр шығуы тиіс. Ал енді табамызды дайындаймыз. Оның үстіне пергамент қағазын төсейміз. Менде диаметрі 22 см. 24 алсаңыздар да болады. Қамырымызды салып, осылай тегістеп шығамыз. Ал енді алхорын осылай дайындап аламыз. Ортасынан бөліп сүйеуінен ажыратамыз. Содан соң қамырдың бетіне осылай қатты баспай қойып шығамыз. Бетіне осылай қант сепсеңіз де болады. Және де қалауынша корица да қоссаңыздар болады. Содан бәлішімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді және де тез дайындалатын пирог сіздерге ұнайтыны да сөзсіз. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Ал достар, егер рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет!